Тынымбай Нұрмағамбетов, «Қош бол, ата». Тынымбай Нұрмағамбетов 1945 жылы 10 маусымда Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Бірлік кеңшарында дүниеге келген. Қызылорда Пет институтының тіл және әдебиет факультетін, Мәскеудегі Максим Горький атындағы Әлем әдебиеті институтының жоғарғы курсын тамамдаған. Қазақ тілінде жарық көрген 10 шақты кітаптың авторы. Алғашқы әңгімелер жинағы 1971 жылы «Қауын иісі» деген атпен шықты. Содан бері бір талай кітабы жарық көрді. Соның бірі «Қош бол, ата» атты повесі. Белгілі қаламгер Тынымбай Нұрмағамбетовтың «Қош бол, ата» повесі жинағына балалар мен жасөспірімдерге арналған жабық конкурста жүлде алған таңдаулы повестер мен әңгімелері еніп отыр. Жинақтағы повестер мен 20 жас, перзент, менің інілерім әңгімелері де балалардың талап тілегінен шығатын, өмірдің қызық та күлкілі оқиғаларынан тұратын көркем тіл, жылы юмормен суреттелген дүниелер. Туындының кейіпкерлері қарапайым ауыл адамдары. Повесть арқылы үлкен кісінің немереге, баласына деген сүйіспеншілігін байқауға болады. «Қош бол, ата» атты повесі кімді-кім бей-жай қалдырмайды. Шынайы, риясыз туындыны оқып, көзіңізге еріксіз жас келеді. Аталарыңызды ешқашан ұмытпаңыздар.